Баршаңызға сәлем, менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте керемет, жұп-жұмсақ болып шығатын кішкентай күлше нандар дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен жылы суға жылы сүтімізді құйып, оның үстіне бір шай қасықпен тұзымызды, одан кейін қантымызды, 2 ас қасық қантымызды, және де 1 ас қасық ашытқымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл жерде ашытқыңыздың срогі өтпеген, качествосы жақсы ашытқы болуы қажет, жақсы көтерілуі үшін алдымен осылай жақсылап барлығын араластырып, апарасын дайындап алатын боламыз. Сүтіңіз бен суыңызда қатты ыстық болмауы тиіс, жылы болуы қажет. Бетін жауып, жылы жерге алып қоямыз. Мінекей біздің апарамыз көтерілді. Енді оған бөлме температурасында еріген сары майымызды, одан кейін қажет мөлшердегі ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнның мөлшері консистенциясына байланысты әртүрлі кетуі мүмкін. Сол себепті бірден барлық ұнды қосып жібермеңіздер. Міндетті түрде електен иленген ұн болғаны жақсы көтерілуі үшін. Мен алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Ұнды шетінен салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Ұнды барлығын бірден салып жіберсеңіздер, өлшенген 650-700 грамм ұныңызды бірден салып жіберсеңіздер, ұныңыз көп болып кетіп, қамырыңыз қатты иленуі мүмкін. Менде бұл жолы 650 грамм ұн кетті. Енді үстінен сұйық маймен кішкене тағы да басып жіберетін боламыз. Осындай жұп-жұмсақ қамыр болып шықты менде. Жақсылап иін қандырып илеп, бетін жақсылап жауып, мен алдымен салафанмен, одан кейін крышкасымен жабатын боламын. Бетін жақсылап жауып, жылы жерге алып қоямыз. Әбден көтерілгенше дейін күтеміз. 1,5-2 сағаттан кейін көтерілетін болады. Мен асықпай 2 сағат көтерілгіздім. Әбден менде осындай болып көтерілді. Өте жақсы болып көтерілді. Енді лепешкаларымыздың формасын дайындайтын боламыз. Айтпақшы, газыңызды қосып, духовкаңызды қосып, қыздырып қоя беріңіздер. Енді қамырымызды барлығын бірдей бөлікке бөліп, весімен бөлсеңіздер болады, немесе көз мөлшерімен бөлсеңіздер де болады. Мен барлығын 150 граммнан бөліп шықтым. Сол кезде менде 8 күлше болып шықты. Барлығын домалатып, алдын ала дайындап алатын боламыз. Мінекей осылай бүріп, одан кейін қолымызбен дәл видеодағыдай етіп дайындап алатын боламыз. Ал достар, менің каналымда бұдан да басқа рецепттерді, күнделікті рецепттерімді жіберіп алмау үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де рецепттерім ұнап жатса, лайк басып, қолдап қойыңыздар, комментарий жазып, және де достарыңызға жіберуіңізге болады. Мінекей духовканың формасына осылай салып, барлығын үстінен жауып, тағы да 20 минуттай уақытқа қоя тұратын боламыз көтерілгенше дейін. Мінекей біздің мини булочкаларымыз, мини күлшелеріміз осылай дайын болды. Үстінен қолымызды майлап, осылай формасын дайындайтын боламыз. Өте дәмді, өте жұмсақ, және де бір жасағаннан дәл осындай болып шығатын рецепт. Міндетті түрде осы рецепттің астында описанияда мөлшерлері жазылады. Сол мөлшермен жасасаңыздар, міндетті түрде дәл менікіндей болып шығады. Енді үстіне жұмыртқаның сарысымен 1 столовый ложка сүтімізді қосып араластырып, бетінен жағып шығатын боламыз. Және де үстінен әдемілік үшін кунжутыңызды, магыңызды сепсеңіздер болады. Ол маңызды емес, болмаса да жақпай-ақ қойсаңыздар да болады. Әдемілік үшін негізі сепсеңіздер өте керемет болып тұрады, әдемі көрінеді. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін, қыздар. Мінекей біздің нанымыз дайын болды. Қызып тұрған пеште 190 градуста жарты сағатта пісіп шықты. Әрине ол сіздердің духовкаларыңызға байланысты. Піскеннен кейін ыстық күйінде міндетті түрде сары майды жақсаңыздар, өте керемет жып-жылтыр болып шығады. Өте дәмді әрі жұп-жұмсақ күлше нандарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі рецепттерде кездескенше ас болсын, жасап көріңіздер.